Егер сіздің балаңыз кез келген айдың 6-сы, 15-і, 24-і күні дүниеге келген болса, бұл балалардың қандай мықты қасиеті бар. Оларды алтылықтар деп айтамыз, бойында шолпан ғаламшарының энергиясы бар. Бұлар шығармашылық, творческий балалар. Бұл әлемге комфортта өмір сүру үшін келген. Егер сіздің үйіңізге алтылық бала дүниеге келген болса, онда инвестиция келді деп қуана беріңіз. Әкесінің табысы көбейеді, анасына мүмкіндіктер пайда болады, аяқ астынан зәулім үй алып қалуыңыз мүмкін, материалдық кірістер кіре бастайды. Сондықтан ол баланы қолдап, сыйлық жасап, комфорт беріңіз. Жаратушы үштіктерді қолдайды дейді, бестіктердің аузымен сөйлейді дейді, дегенмен алтылықтарды жақсы көреді дейді. Яғни алтылықтар Алланың сүйіктісі дейді. Сондықтан оларға екі энергия берген дейді. Жоғарыдан төмен қарай даналық энергиясы да, төменнен жоғары қарай кундалини энергиясы дейді. Әртүрлі жағдайларда даналықпен шешім қабылдап, тура жолды өздері тауып алады дейді. Енді бұл алтылықтарға ауыр жұмыс жасауға болмайды. Себебі денсаулықпен проблема болады. Бұлар алтылықтар ауыр жұмыс үшін емес, бұл өмірге рақат, комфорт өмір үшін келген дейді. Енді алтылықтар өзінің даналығымен басқа адамдарды жетістікке жеткізу үшін келген дейді. Көбіне бұлар жаңағы туризмда, қонақ үй, ресторан, вип үйлер, зергерлік бұйымдармен жұмыс жасайды. Алтылықтар барынан айырылып дымсыз қалса да, әр уақытта артынан Алла бұған көмектесіп, сол ситуациядан шығып кетіп отырады дейді. Сондықтан көбі алтылықтарды көре алмайды дейді, қызғанады дейді. Мына жүрек тұсына гауһар тасы, бриллиант тағып жүру керек дейді. Енді алтылық балалары эмоциясы өте жоғары. Олар оқығанды ұнатпайды, көп ұйықтайды, жалқаулық бар. Сол көп ұйықтаған кезде олардың эмоциясы жоғары болғандықтан, көп ұйықтаған кезде эмоциясы басылады деп айтады. Бұл балалар жетістікке жету үшін комфорттан шығару керек, балаларды тәртіп орнату керек оларға. Сол тәртіпті комфортты түрде орнату керек. Сол кезде ол балалар жетістікке жететін болады. Сіздерге ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Парақшама тіркеліп алыңыздар. Келешекте 7-сі, 16-сы, 25-і күні туған балалар туралы айтатын боламын.